Өткен заманда 18-ге келген бір ақын, қыз ауыл аймақ ішіндегі бозбала. Жігіт желенге өлеңмен ұпай салып, жемілмесе керек. Ел жігіттері алыс жердегі атақты ақын шалды ат шапанын беріп, қызбен айтыстырмақ болып алып келеді. Қыз мұнам хабарсыз болады. Көпшілік жиналған соң, шал қызға айты салық деп өлең айтады. Қыз: сізді шал демейін, айтсайын. Бірақ та бір жұмбағым бар. Соны жасыруға рұқсат беріңіз дейді. Шал рұқсат береді. Қыз: 5 күшік, 10 ит, 20 бөрі, 30 арыстан, 40 қабылан, 50 өгіз, 60 арқан, 70 тұсау, 80 шідер, 90 торғай, 100 жұмыртқа депті. Шал: адамның жасымен қыш халін жасырып отырсыз, деп шешімін былай қайырады. 5 жаста адам, мысалы, күшік мінезді, 10-да иттей, 20-да бөрідей, 30-да арыстандай болады, 40-та қабыландай болады, 50-де күші көп момын өгіздей, 60-та аттай арқандалалы, 70 оның үстіне тұсауланады, 80-де арқан, тұсау үстіне шідер түседі, 90-да торғайдай халі болады, 100-де шертіп қалсаң, жарылатын бір жұмыртқадай қауқары қалады, деп шешкен екен. Қыз шалдан: өзіңіз қайсысыз? Дегенде: жасым 65-те, арқандалғаныма біраз болып еді. Осы күнде жылқына беремін. Сау салып қойындаш дегенде естіп жүрмін депті. Ата, бұрын қыран болсаңыз да, балақ бауланып, тұғырымызға отырған екенсіз. Тұлпар болсаңыз да, арқандалған екенсіз. Арқанның ең ұзыны, жортуылшының арқаны 40 құлаш. Мен Қызыл Алтаймын. Сіз алатын 40 құлаш жерді баспаймын депті қыз. Шал қызға батасын берді. Қыз қолынан алтын балдағын суырып, қалтасынан жібек орамалын алып, шалға тастапты.